1,5 ай болды, елге барып қайттық. Барып бірінші ретте визамызды реттеп алдық. Визамызды туристический визадан рабочий визаға ауыстырып, қазір Америкаға 5-ші жекпе-жегімізді өткізуге келіп отырмыз. Осы 4-5 күндей организмге адаптация жүріп жатыр. Күн мен түннің ауысуына байланысты осы енді бұйырса Американың уақытына үйреніп алып, ауыр жаттығуларымызды бастаймыз. Екінші ақпан Американың Техас штатында кәсіпқой бокс кеші. Әуесқой бокстан әлем чемпионы, Қазақ бокс стилінде жұдырықтасатын Жәнібек Әлімханұлы кәсіпқой бокстағы 5-ші жекпе-жегін өткізеді. Қарсыласы 22 жекпе-жегінің 18-ін жеңген, оның 13-ін нокаутпен ұтқан тәжірибелі америкалық Стивен Мартинес. Бұл жекпе-жекке де негізі мықты қарсылас таңдалып алынды. Боксты түсінетіндер, кәсіпқой боксты үнемі бақылап жүргендердің барлығы жақсы біліп отыр. Бірақ көп адам айтып жатыр, Жәнібектің бұл бар жоқ 5-ші жекпе-жегі ғой, неге бірден мықтылармен шығып жатыр деп. Біз басында да айтқанбыз, қазір де мұны айтудан жалықпаймыз. Америкаға келгендегі негізгі мақсатымыз тезірек осындай мықтылармен шығып, өзіміздің мықты екенімізді дәлелдеп, ары қарай мүмкіндігінше тезірек әлем чемпионы белбеулеріне жұдырықтасу. Әлсіз қарсыластармен жекпе-жек өткізіп, уақыт созып жүру, ол біздің мақсатымыз да емес, біздің көздегеніміз де емес, ол бізге мүлде керек жоқ. Бұл қарсыласқа көбінесе екінші нөмірлі болып жұмыс істейтін боламыз. Өйткені ол қарсылас алдыға 3-4 атакамен жұмыс істейтін боксшы. Біз оның атакасын күтіп алып, қорғаныспен содан кейін өзіне қарсы жұмыс істеу болады бізде ойымызда. Kazakh style. That's it. 1, 2. There you go. Go again. Double good hook. There you go. That's it. Very good. Well, just give me a call. I'm leaving his for Raw by like 3:30. Әр қарсыласқа тыңғылықты дайындалып шығамыз. Алдыңғы жекпе-жектерінде өзі әлсіз дайындалып қалып, осы бізбен шығар кезде жақсы спаррингтер өткізіп, тәжірибелерін жақсы шыңдап шығу мүмкін. 8 раунд болса, біз 10 раундқа дайындалып, толыққанды дайын болып шығу керекпіз. Әр сенбі сайын осы жерге келеміз, Тынық мұхитының жағалауына. Жәнібек өзі сенбі күндері осы жерде жүгіруді, осы жерде серуендеуді жақсы көреді. Себебі 5 күн бойы өте денеге, ағзаға үлкен нагрузкілер түсіреді. Тынық мұхитының жағалауына келіп, серуендеп бір шетінен жаттығу жасап, өзің ойындағы школаларды қарсыласына қарай қандай тактика қолдану керектігін барлығын осы жерде миында пісіреді. Сосын ары қарай дүйсенбі күндері спаррингке барып, залда солдың барлығын жасайды. Бадименде дайындық өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Жәнібек өзі кәсіпқой боксты бастаған енді ғой. Әлі үйренетін нәрселері көп, әлі рингте жасап көру керек нәрселері көп. Неше түрлі тәжірибеден өткізу керек өзінің соққыларын, өзінің рингтегі жүрулерін. Соның барлығын қазір шыңдап жатыр. Біз тек қана бұл жекпе-жекке ғана дайындалып жатқан жоқпыз. Біз болашақта үлкен жекпе-жектерге дайындалып жатырмыз. Комбинацияға жұмыс істеп жатырмыз. Комбинациямыз қазір әртүрлі іштен бастап сол жаққа шығып кету, іштен бастап оң жаққа шығып кету, және 3-4 соққылар басқа ғана жұмсау. Бұрын бадидің лапысын сәл күшке істейтін болатынбыз. Қазір сәл ауыстырып, жылдамдықты арттырып, осы 3-4 комбинация ұратын болғандықтан сәл жылдамдық қосу керек болды. Сондықтан да қазір жылдамдықтың лапысын алып, сонымен жұмыс істеп жатырмыз. Hey, beautiful. 1, 2. That's it. 3. There we go. Thanks for relax. You seen those horses that step high, the head throw back and everything? Yeah. Алда бір жоспарлағанда 90 раундтық спаррингтер бар.
Содан кейін жекпе-жек. Сол 90 раундты жақсылап өткізіп алсақ, жекпе-жек оңайырақ болады. Бүгінгі спарринг қарсылас өте тәжірибелі, үздік 10-15-тердің қатарында жүрген боксшы. Сонымен бүгін спарринг жасаймыз. Алғаш спарринг тамаша болды. Thanks, sir. Go on. Thanks. Hey man, pleasure, man. Thank you. Thanks, sir. Appreciate it. Hey, chewing the street back. Өте тамаша. Hey, tell them chewing the Тәжірибе алып жатырмыз осындай спаррингтерден. Жаңа скоросты да өте жоғары. Защитасы мығым. Қай жерге удар ұрса, сол жаққа защитасын қойып жатыр. Ол өте тәжірибелі спортшы. Енді бұндай спортшылардан кейін жақсы тәжірибе аламыз бұйырса. Hi, man. Johnny Beck. Great fighter. Very intelligent. I have 30 professional fights. Johnny Beck is like a world champion. Very intelligent, very awkward. He's gonna be a world champ. Arrête de reculer loin comme ça, c'est toi ta défense. Bien relax. Continue à mettre la pression. Envoyez comme un crayon, comme un cap, s'il vous plaît, on monte ici. Vas-y. Ouais, continue, essaye les meilleurs pieds à la mâchoire. Continue à mettre la pression. Continue à mettre la pression. Good thinking fighter, I like that. Nice. Coach, do you like today's sparring? Very good, very good. He's ready to fight now. Жақсы, өзіміздікі істеп қазақ бокс стилін шыңдап отырмыз. Барлық жағынан бұйырса жекпе-жекте барлық жағына дайын боламыз деп сенем. Өйткені мынандай жаттығулардан кейін дайын болмасқа болмайды. Johnny Beck, very good fighter. I think that this guy at 160, he can be champion. Charles, I ran Happy birthday, coach! That ain't gonna fit. Coach, kid! I like it. Oh shit. That shit flat. Thank you. I like it. Бапкеріміздің туған күні болып жатыр. Қазақи құрметпен шапан жауып, осы Америка келгелі, осы бапкердің қолында жаттығып жатырмыз. Сыртта болсын, іште болсын өз ақылын, өз кеңесін айтып жүрген кісі. Thank you. I like it. Салдағы соңғы күн жаттығудың бәрі аяқталып, өзімізге керек тәжірибелерді алып, жекпе-жекке толыққан дайын. Қазір салмақ ұстау рәсімі өтіп жатыр. Бұйырса дайынбыз. Өзіміздің қазақ стилді көрсетіп, өзіміздің қазақ боксын көрсетіп, көрерменіміз тағы да бір қуантсақ деген оймен ертең бұйырса аттанамыз. В этот раз будем побеждать. This Saturday I will fix this situation and will be again on the top because if not, I'm not a Sergey Crusher, Kovalev.
Мұндай үлкен бокс шоуларында өнер көрсету біз үшін үлкен мәртебе. Неге десеңіздер, танымалдыққа жетудің төте жолы деп айтсақ болады. Себебі қазір бокс әлемінде қызу талқы жүріп жатыр. Сергей Ковалев қаншалықты өзіне бұрын тиесілі болған белбеуді қайтарып алады екен, қаншалықты дайындалды екен деген сияқты қызу талқы жүріп жатыр. Бокс мамандарының барлығы, спорт журналистерінің барлығы осы жерге келді қазір. Осы жекпе-жекте, осы бокс кешінде Жәнібек мықты өнер көрсетсе, журналистердің назарына, бокс мамандарының назарына, жанкүйерлердің назарына ілігетінін жақсы біледі. Сондықтан да қазір 100% дайындықпен шығып, қазақ бокс стилін көрсетуге Жәнібек дайындалып жатыр. First on the scale, the fighter out of Kazakhstan. This is Johnny Bey. Alim Khanoli weighing in. Opponents, make sure you're always facing your fighter too. Down rules not in effect and can't be saved by the bell, okay? In the container that was filled in at the pharmacy. After the fight, make sure you see the doctor. Көңіл күй бар, тамаша. Шығып. See you guys ringside. Good luck tonight. Осындай жекпе-жектерді асыға күтудеміз. Әрдайым осындай жекпе-жектер болса екен деп. Енді бұндай үлкен шоуда шоуым бірінші рет дейміз. Үлкен шоуда шығып, өзімізді көрсетіп, қазақ бокс стилін көрсетсек. Әзірше бәрі тамаша, бәрі ойдағыдай. Janibek, great talent. I think Janibek has to understand pro boxing. Janibek has to understand that when we speak about fixing things, making better, it's not because for this fight, it's for future fight, a world championship fight. Big honor for me to work in his corner because he's really great prospect, great talent. Жанашырлық танытып, өзінің ақыл кеңесін айтады, көңілді. Былай айтқанда, өзінің бір біз жекпе-жекке шығарға отырамыз ғой енді күтіп. Сол күтіп отырған кезде бір мотивация бергендей өзінің ойын айтып, ақылын айтып, өзіміздің ауылдағы ағалар сияқты. Америкалық жанкүйерлерге өзіміздің қазақ бокс стилін көрсетіп, шоу көрсетіп жатырмыз. Енді барша қазақстандықтарға экран алдында қолдап отырған жанкүйерлерге алғысымды білдіремін. Аллаға шүкір, міне мақсатымыз орындалды. Жәнібек өзінің өнерін 100%-ға көрсетіп шықты. Жаңа жанкүйерлер тапты. Бұқаралық ақпарат құралдарынан журналистер келіп сұхбат алып жатыр Жәнібектен. Бұрынғы Жәнібек жоқ, өздеріңіз байқап отырсыздар. Жәнібек өскен едәуір, өзінің мүмкіндіктерін арттырған. Әрмен қарай шыңдала береміз бұйыртса, әрмен қарай осы қазақ бокс стилін дамыту жолында еңбегімізді жалғастыра береміз.